Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге қарбыздың 7 пайдасы жайлы айтатын боламын. Видеоны соңына дейін көріп, лайк басып, комментарий қалдырып, арнама жазыла кетіңіз. Барлық адам сүйсіне жейтін қарбыздың 92% судан тұрады. Оның адам организмін тазалауда пайдасы орасан зор. Қарбыздың құрамында біршама витаминдер тобы бар. Айта кетсек, А дәрумені, В6, С дәрумені топтары кіреді. Сондай-ақ антиоксидант және аминокислота секілді пайдалы компоненттер бар. Ыстық күндері қарбыздың маңызы тіптен арта түседі. Бірақ күннің ыстығында ұзақ уақыт тұрып қалған қарбыз адам ағзасына зиян келтіріп, түрлі ауруларға себепші болады. Сондықтан қарбыз таңдауда аса сақтық танытқан жөн. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметінше, ең жоғарғы деңгейдегі дәрумендердің барлығы қарбызда екен. Және де мұндай жағдай тек қызыл көкөністерде, жеміс-жидектерде кездеседі екен. Сонымен қатар, қарбызда ликопин компоненті бар. Ликопиннің жүрек жұмысына, сүйекке пайдасы өте зор. Қазіргі таңда қарбыздың шырыны және оның дәрумендерге қанықтығы көптеген ауруларға ем болатын халықтық дәрі-дәрмек болып кетті. Мысалы, ол артеросклероз, артрит, қант диабеті сынды ауруларды емдеуге үлкен көмек бола алады. Және де қан қысымы жоғары адамдарда, цистит, простатит сынды аурулардан зардап шегетін адамдарға қарбыз шырыны жиі ішу ұсынылады. Қарбыздың шырыны ғана емес, оның дәні де құнары бар. Өйткені ол нәрлі заттармен байытылған. Құрамында минералды тұз, темір және магний бар. Қарбыздың құрамындағы темір қаназдық, яғни анемия кезінде де пайдасы көп. Сонымен қатар, адам бойындағы артық холестеринді шығаруға, атеросклероз ауруында да көмектеседі. Біз дәрігерлер жаз айында подагра, артрит, қант диабеті ауруларымен ауыратын науқастардың ас мәзіріне қарбызды қосуды ұсынамыз. Және де семіздікпен күресіп жүрген пациенттерде де қарбыз диетасы нәтижелі болатыны дәлелденген. Тіпті қарбыз көздің көру қабілеті мен мидың белсенділігін арттырып, ультракүлгін сәулелерден қорғай алады. Видео ұнаған болса, лайк басып, комментарий қалдырып, арнама жазылып кетіңіз. Рахмет.